Баршаларыңызға сәлем. Балдарымызды қуантып, үй жағдайында барни қонжығын жасаймыз. Бізге қажетті 2 жұмыртқа, ванильді қант, миксерлей отырып, қантымызды салып, ақ пена болғанша миксерлейміз. Үстіне еріген сары майымызды салып, жылы сүтімізді құйып, бір келкі массы болғанша араластырамыз. Електен өткен ұнымыздың үстіне қопсытқыш салып, құрғақ затымызды араластырамыз. Енді ұнымызды 2-ге бөліп саламыз. Түйіршік болмаш үшін жақсылап араластырып, қоймалжың массы болуы қажет. Бөлек ыдысқа 2 ас қасық қамыр салып аламыз. Қазір бізге қоншықтың қол-аяқтарына қажет. Бөлек алып қойған қамырымыздың үстіне 1 шай қасық какао салып, жақсылап араластырамыз. Енді ыдысымызды майлап, жаңағы какао қосылған қамырымызды кондитерлік қапшыққа салып, қоншықтың құлақтарына, қол-аяқтарына, мұрындарына құйып шығамыз. Енді формамызға ақ қамырымызды толтырмай құйып шығамыз. Піскен кезде 2 есе ұлғаяды. Начинкісіне вареную сгущенка салып шығамыз. Қайтадан ақ қамырымызды начинкінің үстіне құйып шығамыз. Қасықпен тегістеп, 180 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Каналым ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.